Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен бір көрерменімнің өтініші бойынша осы каменный роза гүлінің күтімін салайын деп шештім. Каменный розаны қалай күтіп баптаймыз, қалай су құямыз, қай жерде тұру керек, қалай көбейтеміз және қандай топырақта отырады, қандай дәрумен береміз. Барлығын қазір осы видеода айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Және де сіздерге де қандай гүлдің күтімі қажет болып тұр, маған комментарияға жазсаңыздар, мен дәл сол гүлдің күтімін салатын боламын. Әрине менің каналымда көптеген гүлдердің күтімі бар. Егер солардың ішінде жоқ болса, саламын. Егер де солардың ішінде бар болса, сол жерден ашып көрсеңіздер болады. Ал енді каменный розаға келетін болсақ, өздеріңіз көріп тұрғандай, алоэға, жаңағы суккулентті гүлдерге қатты келеді. Өзі онсыз да сондай суккулентті гүлдерге жатады. Жапырақтары өте қалың. Барлық стресске, жаңағы күннің ыстығына өте төзімді гүл, көп күтімді қажет етпейді. Жаңадан гүл өсіруді бастап атқан ханымдар осындай күтімді қатты қажет етпейтін, стресске аз ұшырайтын гүлдерден бастасаңыздар болады. Дәл осы каменный розамыз біздің күнді қатты жақсы көреді, күнде жақсы өседі. Кәдімгідей терезенің, ұзақ күн түсетін терезенің алдына қоюға болады. Әрине алғашқы кезде магазиннен, не болмаса базарлардан, гүл сататын жерден сатып алған кезде бірден әкеп ондай ыстық күннің астына қоюға болмайды. Себебі магазиндерде көбінше лампаның астында өседі. Бұлар сол себептен бірден күннің астына әкеп ыстық терезенің алдына қоюға болмайды. Жаймен күннің астына шығарып үйрету керек та. Сөйтіп үйретіп алғаннан кейін кәдімгідей смело гүлдің ыстық күннің астына қоя берсеңіздер болады. Жаздың күндері тіптен далаға қойсаңыздар да болады. Далада кәдімгі осындай горшоктарға отырғызасыздар ғой. Сол кезде жаймен далаға үйретіп алып, сөйтіп далаға күннің астына қоя берсеңіздер жақсы өседі. Күнді өте қатты жақсы көреді. Жарықты да жақсы өседік. Әрине мысалы кейбір адамдар болады ғой, мен домда тұрамын, мен өйтіп далаға шығара алмаймын, мен не істеймін дейтін болсаңыздар, сіздерде домда көбінше терезенің ар жағында сыртта тал деген толып тұрады да, сөйтіп ала көлеңке болады үйге. Жарық, күннің ыстығы кәдімгідей кірмейді. Ондай үйлерде сіздер қосымша лампа қойсаңыздар болады. Қосымша лампа қоймасаңыздар, жарық жеткіліксіз болса, жапырақтарының арасы ұзарып, бойы ұзарып, кәдімгідей серейіп өседі. Ал негізі бұл гүл олай өспеу керек. Дәл осылай кәдімгі бутон ашып тұрған роза сияқты жапырақтарының арасы бір-біріне тығыз болып өсу керек. Ал егер де жаңағыдай жарық жетпесе, ұзарып, жапырақтардың арасы сирейді, сөйтіп сорайып өсетін болады. Ал енді жарықты түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді суға келетін болсақ, суды плотно жақсылап бір суғарасыздар. Содан кейін горшок кепкенше суғармайсыздар. Себебі бұлар су ішкен кезде бүкіл суды жапырағына тартып алады да, сөйтеді, ұзақ уақытқа шейін сусыз тұра береді. Жаңа айтып өткенімдей қатты күтімді қажет етпейді. Кейбір гүлдер бар ғой, біздерде су құюды ұмытып кетсеңіз, жапырақтары солып, мыжырайып қалады. Бұларда да мысалы өзінің сол уақытынан суды кеш құйсаңыз, дәл солай жапырақтар жұмсарып кетуі мүмкін да. Сол себептен топырағын тексереміз, құрғап кепкеннен кейін ғана су береміз. Егер де суды көп құйып, қайта құятын болсаңыздар, бұлар жаңағы жапырағына су толтырып алады деп айттым ғой, судың бәрін жапырағына тартып алады да, сөйтеді, жапырағы енді сондай сочный болып тырсылдап тұрады. Ал енді суды нормадан артық құя беретін болсаңыз, тамыры шірейді. Себебі жаңағы айтып тұрмын ғой, ол суды ол қабылдамайды да уже, содан кейін тамыры шіруге кетеді. Сол үшін суды топырақ кепкенге дейін суғармаймыз. Ал енді топырағына келетін болсақ,
каменный розалар кәдімгі кактустардың, алоэлардың топырағына отырады. Әрине құрамында құм болғанды жақсы көреді. Сол себептен жаңағы сол кактустардың, алоэлардың топырағын алып соған отырғызсаңыздар болады. Және де біздің бұлардың бір ерекшеліктері, тамырлары астына қарай өспейді, бұлар жан-жанына қарай өседі тамырлар. Неліктен бұл каменный розалар пәс горшокта отырады дейтін болсаңыздар, сол себебі жан-жанына қарай өсетін болғандықтан кеңдеу горшокқа отырғызасыз, бірақ астына қарай жаңағы тереңдігі қатты терең емес, сондай саяз горшокқа отырғызасыз. Астын тесесіз, дренаж жасайсыз. Себебі дренаж жасамасаңыз тамыр шіріп кетеді. Және де тамырына ауа жақсы кіріп тұру керек. Су ыдыста тұрмай, астына дренажға ағып кетсе, тамыр шірімейді. Барлық гүлде сондай. Каменный розалар осылай кішкене гүлдейді. Ал егер қай уақытта пересадка жасаймыз дейтін болсаңыздар, сол горшок тамырға толғаннан кейін байқасаңыздар, тамыр топырақтың бетіне шығып кетеді. Сол кезде пересадка жасауға болады. Әрине, егерде сіздің каменный розаңыз кішкентай болса, жылына бір рет пересадка жасайсыз. Егерде сіздің каменный розаңыз үлкен, көп жылдық болса, 2 жылда, 3 жылда бір пересадка жасасаңыз болады. Бірақ жаңа айтып өткенімде, саяз, жалпақ ыдысқа пересадка жасайсыз. Топырағын айттым. Жаңағы бетіне көптеген түрлі ақ қызыл тастардан жаңағы сәндейді ғой, дәл солай сәндеп қойсаңыз болады. Себебі бұлар бір су ішкеннен кейін арасын ұзақ су ішпейді. Сол себептен жаңағы тастар да топырақтағы ылғалды кішкене ұстайды тамырына. Дәл солай жаңағы сәндік үшін де гүлдің жаңағы пайдасына да жасап қойсаңыз болады. Каменный розалар горшоктың ішін тамырға толтырғаннан кейін бұлар жаймендеп стрелка шығара бастайды. Көптеген майда стрелкалар шығарады. Содан көбейтсеңіздер болады. Не болмаса осы тамырды топыраққа тамырлатып, сөйтіп көбейтсеңіздер де болады. Ал енді бұлардың байқасаңыздар, беттерінде кәдімгідей бір аппақ пудра сияқты сондай түс беріп тұрады. Ол защита, шаңнан защита болады бұларға. Соны ұстап, қайта-қайта түртіп, неғыла берудің қажеті жоқ. Себебі жаңағы айтып тұрмын ғой, сондай сочный болғандықтан жапырақтары порт сынғыш болып келеді. Және жаңағы бетіндегі пудрасында қайта-қайта түртіп, ол сіз қолмен ұстасаңыз, ол жоқ болып кетеді, сүртіліп кетеді, кетіп қалады да, қайттан қалыпқа келмей қалады. Сол себептен жаңағы гүлдің беті айғыз сияқты болып, жаңағы сәні бұзылады да, сол үшін тиіспеген дұрыс. Ләж болса, қатты қайта-қайта ұстай берудің қажеті жоқ. Бүгін каменный розаның күтімі жайлы көп нәрсе білдіңіздер деп ойлаймын. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар.